Қазақ руханиятының аспанында өзіндік қолтаңбасымен жарқыраған жарық жұлдыздар аз емес. Солардың ішінде есімі құрметпен аталып, дауысы көңіл төрінен орын алатын бірегей тұлға Қарагөз Ақжігітова. Оның ұстаздық жолы Қазанғап атындағы музыкалық колледжде басталып, талай жас таланттың бағын ашты. Ұлағатты ұстаздың шеберлік мектебінен шыңдалған шәкірттер бүгінде Қазақстанның ғана емес, Еуропа, Азия мен Американың ең ірі сахналарында топ жарып, қазақ өнерінің абыройын асқақтатып жүр. Еске алу шарасында сахна төрінде елімізге танымал өнерпаздар ұстаздың сүйікті шығармаларын орындап, рухына тағзым жасады. Туа бітті дара дарын иесі. Қазақ және шетел композиторларының классикалық туындыларын өзіне ғана тән ерекше мәнермен орындайтын. Оның қайталанбас дауысы қазақ руханиятының алтын қорына баға жетпес қазына болып қосылды. Салтанатты шараға облыс әкімінің орынбасары Мейрамбек Шермағанбет арнайы қатысып, аймақ басшысының ыстық ықыласы мен құттықтауын жеткізді. Ол өз сөзінде Қарагөз Ақжігітқызының сыр өңірінің мәдениетін дамытуға қосқан өлшеусіз үлесін ерекше атап өтті. Ол қазақтың опера және ән өнерінің көрнекті өкілі профессор Бибігүл Төлегенованың төл шәкірті Қарагөз Ақжігітова сыр мәдениетінің дамуына өлшеусіз үлес қосты. Жас дарындыларды кәсіби қалыптасуына бар күш-жігерін арнап, шәкірттерінің өнеге деген шынайы сүйіспеншіліктен жауапкершілікті сіңірді. Оның тәлімін алған жастар Италия, Испания, Болгария, Эстония, Беларусь, Латвия, Грузия, Түркия, Өзбекстан сияқты елімізде өткен халықаралық байқауларда ел намысын қорғап, туған жердің абыройын асқақтатты. Елімізде алғаш ұйымдастырылған Суперстар кезет жобасында шәкірті Алмас Кішкенбаев жеңімпаз атанды. Әншінің отбасына облыс әкімінің атынан гүл шоқтары табысталып, игі тілектер білдірілді. Кеш барысында көрермендер Қарагөз Ақжігітқызының сахнадағы әрбір сәтін, оның бекзат болмысын бейнероликтер арқылы тебірен еске алды. Қарагөз Ақжігітқызының өнерге деген адалдығы бүгінде сыр сахнасында шәкірттерінің жетістігімен жаңғырып, өшпес ізге айналды. Ұлағатты ұстаз еккен тәлім нәрі мәуелі бәйтеректер тамыр жайып, қазақ руханиятының аспанын жарық жұлдыздармен толықтырып келеді. Тән өтсе де артына қалдырған асыл мұрасы мен өнердегі сара жолы келер ұрпақтың жадында мәңгілік аңыз болып қала бермек. Ол жаз Дәуіт, Руслан Жүсіпбеков, Ерлан Жұматаев, Нұрдәулет Шадымұрат, Сабыржан Қаратаев, Батырхан Жарасхан, Серікбай Сүлейменов, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.